Қазақтың әрбір мерекесі бұл сусынсыз өтпейтіні анық. Қазір біз қымыз жайлы айтады деп ойлап отырған шығарсыз. Жоқ, әңгіме Кока-Кола жайлы болмақ. Желіде газдалған Кока-Кола сусынының көмегімен дәретхананы тазалауға және металдағы лас заттарды кетіруге болатыны жайлы жиі айтылып келеді. Осы туралы интернеттен іздесеңіз, қалай тазарту керектігі жайлы орыс және ағылшын тілді көптеген сайттардан оқуға болады. Алайда Кока-Коланы расымен де тазартқыш ретінде қолдануға бола ма? Анығын айтайық. Біз ақштың танымал Business Insider басылымының материалын қарап көрдік. Business Insider бизнес және қаржыға қатысты аналитикалық материалдар жариялайтын медиа. 2017 жылдың желтоқсанында Home рубрикасында өзіміз сынап көрдік деген форматпен материал жарияланды. Автор Джиллиан Роджерс дәретханадағы лас нәрселерді тазалау үшін Кока-Коланы қолданатынын және жақсы әсер еткенін жазды. Сонымен қатар, автор тазартпас бұрын және тазалап болған соң фото жариялаған. Мұнау Кока-Коланы қолданып дәретхананы тазартпас бұрын, ал мұнау тазартқаннан кейінгі сурет. Сонымен бірге, осыған қатысты ақпаратты іздеген кезде Coca-Cola Қазақстан ресми сайтында да Coca-Colаның лас дәретхана тазалауға көмегі бар екенін айтып, бірақ ескертуде жасады. Ресми өндірушінің хабарлауынша, егер Coca-Colаны дәретхананы тазарту үшін қолдансаңыз, лимон шырыны сияқты басқа қышқыл тағамдар мен сусындарды қолданған секілді бірдей әсер болады. Алайда бұлай тазартпағаныңыз жөн. Coca-Cola құрамында фосфор қышқылы бар. Ол кейбір өнімдерімізде қолданылатын қауіпсіз тағам ингредиенті және кейбір кірді кетіре алады. Қорытындылай келе, Coca-Colаны тазартқыш емес екенін ұмытпаған жөн. Яғни сусын болғандықтан бактериялар да тиісті деңгейде өлтіре алмайды. Бұған қоса, мұндай мәселені әлде қайда жақсы шешетін көптеген өнім бар екенін айтылған.